Әссәләму алейкум, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Анар Тулеш. Бүгінгі видеода дәл осындай дастарханның, яғни скатерттің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен өлшем аламыз. Менің столымның ені 80, ұзындығы 140, жан жағынан түсіп, дастарханым әдемі болу үшін 25 сантиметрді артығымен қиып алатын боламын. Енді ұзындығы 140, оған 25-25-тен 50 сантиметрді қосқан кезде менде 190 сантиметр шықты. Ені 80, оған 50 сантиметрді қосқан кезде 130 сантиметр шығады. Бұл жердегі 5 сантиметр біздің дастарханымыздың шетін қайырып тіккенге кетеді. Мен лен матасынан тігетін боламын. Сіздер өздеріңізге ұнаған, қалаған кез келген маталарыңыздан тігіп алсаңыздар болады. Бұл жерде дак матасы да өте әдемі, дастархан тіккенге жақсы, қолайлы деп айтар едім. Мен осы жаңағы айтып өткенімдей өлшемдер арқылы матамды қиып, алдын ала дайындап алдым. Енді осы бұрышынан дастарханымыздың 5 сантиметрді оң жағынан да, сол жағынан да белгілеп аламын. Барлық төрт бұрышынан да осылай 5 сантиметрді белгілеп, сол белгілеген нүктелерді бір-бірімен қосып, түп-түзу етіп, жан жағынан сызып аламыз. Сызғаннан кейін жаңағы 5 сантиметр жерімізді қайырып, ішке қарай ыстық үтікпен бастырып шығамыз. Осылай барлық төрт бұрышы бар, осы сызып алған. Соның бәрін осылай ішке қарай бүктеп, осы 5 сантиметрді үтіктеп аламыз. Содан кейін осы нүктесі бар ғой, бұрышы, сол жерінен ішке қарай үш бұрыш етіп, сызықтарын бір-біріне келтіріп отырып, осы жерді тағы да бір үтіктеп аламыз. Дайын күйінде біздің осы дастарханымыздың бұрышы осылай көрінуі тиіс. Видеодағыдай осылай болуы тиіс. Ол үшін дастарханымыздың тағы да бір осылай үтіктеп алсақ артық етпейді. Енді мына үтіктеген жерімізді бір-бірімен келтіріп, сызықтарын инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін осы сызықтың бойынан түзу тігіспен тігетін боламыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін мінекей сызып көрсетейін. Осы жерден тігетін боламыз. Тікпес бұрын көрсетейін сіздерге. 1 сантиметрді қалдырып, осыдан төмен қарай тігетін боламыз. 1 сантиметр жерді біздер қалдырып кетеміз тікпей. Тігіп алғаннан кейін артық жіптерін бәрін қиып, осы бұрышты мінекей ішке қарай қайырып, осылай қайырып тұру үшін біздерге ішіндегі матамыз артық болып тұр. Соны осы бұрышын қазір 1 сантиметр қалдырамыз да, қайшымен артық жерін қиып тастаймыз. Енді оң жаққа қарай айналдырып, әдемілеп бұрышын шығарып, үтіктеп аламыз. Сол кезде біздің бұрышымыз осындай әдемі болып шығады. Осы әдіспен барлық төрт бұрышын да тігіп шығамыз. Төрт бұрышын да тігіп болғаннан кейін осылай ішке қарай 1 сантиметр қайырып, дастарханымыздың төрт жанында әдемілеп түп-түзу етіп тігіп аламыз. Алдымен инемен түйрелеп алыңыз. Инелеріңізді тігу барысында ұмытпай алып тастап отырыңыз. Бұрыштарыңыз осындай әдемі болып шығады. Қазіргі кезде бұлай тігу өте сәнді. Осындай бұрыштарына келген кезде тоқтап, инемізді ішінде қалдырамыз матаның. Сосын барып лапканы көтеріп, айналдырып отырып, лапкының бойымен әдемілеп тігіп шықсаңыздар, осындай тігістеріңіз әдемі көрінеді.
Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен, жақындарыңызға видеоны таратып, барынша қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге басқа да пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын.